майда пашақ ташақтар қалай жағдайлар ма? Ал мына. Ауылдан келген сандықтар ма? Жоқ ай, нәкес. Ауылдан қуып жіберді ғой мен. Ауылдан қалаға келген бір атаның. Сонда мынау евро ремонттарың осы ғой енді. Жетісіп қалыпсыңдар. Мынаны көттің жалауын дайып қалдырып қойыңдар енді бұны. Раствор дайындаңдар, мынаны жауып жіберейік. Абойларың бар ма еді? Мына брачка ашулансам, арқам қозатыны бар менің. Ішпесем, құлқыным қозатыны бар. Үйленбесем, қозатын жерде қамат. Денсаулық қамады құртылды ғой бәрі. Мына ауылда трактор ұрлығы болды. Ауыл қырғын айқай шуы болып отыр қазір. Сіз өзіңіз немен келдіңіз қалаға? Трактормен. Енді мен жаңа бір шиша таусылып қалды да. Таусылса іш қойғасыз ғой енді. Соны біреу алып келсе де жаңа қара пакетпен бір. Ой, өзіңіздей апталдай азаматтар тұрғанда не тайыры? Әдебиетке жатып алыпсың сен де. Енді әдебиет аузын аузға тараған киелі өнер ғой. Аузыңнан сол әдебиетпен орайын ба или алып келесің ба? Сонда киімдердің бәрін осы жерге жайып қойсыңдар да, иә? Иә. Мынау менікі ғой. Бұны қашан жуып қойдыңдар, бұны? Ұят болып қалды ғой бұны кім жуып? Қалайсыз көке? Қалай, ташақ? Жағдай қалай? Ауылдағы бір атаның қалаға келгенде. Сонда мынаны сатып аласыңдар ма? Иә. Мынау хлор кәдімгі. Иә, хлор. Қалаларың болмайды ма? Ауылдағы кәдімгі құдықтың тастай суына жетпейді да, иә? Анау экспо бар ғой? Соған біздің қатын салды ғой? Қумаңшы қайтып қалды ғой? Мұғалім ғой біздің қатын. Ақшаның бәрі соған кетті. Ана үйдің крышасын жаққан жоқ қыз әлі. Мұғалімнің бәрі осыған ақшаны тасиды. Көрген сайын көтім ашиды. Сәбит классасымыз звондаған жоқ қой? Не аласыз оны? Ана бірдеңемді алып өтемін деп еді. Звондаш, шөлде бөліп баратыр қой. Су бар ғой үйде? Пашөле, кішкентай бала деп мен су ішеді. Кеше естідің ба? Нені? Төбеде біреу ой байлапты ғой. Ой, көке стройкші? Стройкіні пақ, майгат деп істей ме? Көке, жүрсеңші қыздармен таныстырайын. Құрай бар, жынды ба? Жасым 40-қа келіп ұят қой. Мейлі, жарайды онда. Қай жылғы қыздар? Келе ме бұлай? Көке, тандыңыз ба мені? Жоқ, танымадым. Мені піштірген едіңіз ғой сіз? О, сорлы нәкәс. Бетіңе шығып тұрады бет сол жер, тани салады. Дәрігер Шәріп. Қызым, сен кенді 90-60-90 болып тұр. Давлением ше? Давление болғанда фигура өлшеген кайф болып тұр да бізге. Енді операцияға 15 миллион қаражат керек. Не қылдыңыз? Соғыр шегер болашы? Жоқ, енді соқыр шек қой. Біздің қопалдығымызға байланысты шек қарын жоғалтып алдық. Соған 15 миллион керек. Көресің енді өзің балаң ғой, маған бәрін. Дәрігердің 6-шы палатадағы пациент не істейін? Көтін ашытып бір уколсаңызшы. Жайша ма? Жаңа барсам екі алмасын бермей қызғанып менің. Балаңыздың жағдайы қиын болып тұр. Сотрясениемен реанимацияға түсіп қалды. Сотрясениесінес температурамен түсіп еді ғой. Жоқ, сол шкаптың үстіндегі дәрін алып берем деген ғой. Шкап құлатты анаң басына. Зато температурасы түсті. Бірақ реанимация қиын болып тұр. Мынаның клаш айналып кеткен. Мына астыңғы жағында клашын. Источник Шәріп. Көке, негізі машинаны ысатыр кетті ғой. О, шешеме, коробкасын шешіп тастадым ғой. Братан, Не? машинамен зауыра кіріп кетті. Охо, я? Енді сізді Эстонның королі патшасы деген соң алдыңызға келіп тұрмын. Сен заборға ғана емес, көткенде жақсы кіреді екенсің да? Жөнделді ме? Жөнделді да інім. Бірақ мынаның қақтан шыққан білмей алдым. Бұл не? Поршын ғой. Біліп тұрмын поршын деген. Артық шықты ғой бұл. Оталдырып көрсейін. Болмай баратса кел. Тірі болсаң. Шәм көке, осы машинаны атып берсеңізші. О, нәкәс, мынаның жағдайын ары кетсе еше қып беремін. Сәл соған қуан. Көке, осы машина ішінде қызымен отырсам буланып кете береді. Машинада негізді әңгіме айтып отырсаңдар буланбайды ғой. Өздерің айуансыңдар да. Аласың әнім. Зор болма? Зор ғой. Әнім, ішін көрші анаң, саусақ кетіп қалды. Шеф-повар Шәріп. Көке, қамыр таппайсыз ба? Жоқ. Енді? Бір шишам бар еді менің, жоқ. Нәкәс дәурен алып кетті соң. Кеше хизалаңдап жүргеннен қорқанам, сол. Жабыс қалаға, қаталаққа. Қамыр жоқ, пицца отказ деші. Істемей қойшы, пицца. Пицца дайын болма? Дайын болып, апалар. Қадыр қазір. Болды, апара бер. Пицца түсті, пицца бар деп айт. Шеф-повар сен бана жүрден? Сен ба суши чеккен, пиццаның бәрін айдаған сен ба? Сен ба неме саған бері қарса я? Берген дейм, сен ба дайындаған бәрін? Дәм, базар жоқ, ұнады. Базар жоқ, рахмет біртүрлі айтады екенсің, Around the world
Көке, не істеватсыз? Жаңа насыбай атқам қоным, бас айналып қалды. Таксист Нура ғой. көке Тикток қой. Жаңа такси ма? такси ғой Босай. Сау бол. Не қылдың сен? Мен ана жерге тоқтайын бір тіші басайсың, я ма? Осырып үлгеріпсің, құраш. Қырсық қой, қырсық. Мен жуған кезде мына жаңбыр жауып кетеді ғой. Жумасам жаңбыр жаумайды. Bir жағын жумай тубит еткіз қойын ба погода. Яндексте 5 жұлдыз басылса şimdi. үйге кіргенсің басын салайын да Бассай қазір, нәкәсі бассай қазір. бать ұрғаныңыз қалай кетті Кешірші балапан, жаным алтыным. Баса қойшы қазір. Бассын. Бассын ғой, а? Пошел дейді, құры. Жолдың бәрі тегіс. Біздің үйде күніге. Кешірінім. Пособияның қамы. Кешеңнің. Қойшы әні бе. 8 наурыз құтты болсын дейді. Қасаққа кіретіміз құтты болсын. 8 март келе жатыр. Чо там жеди? 8 мартта қызыма не істесем болады? ұрысып қаласыз Вот именно сол банально ғой уже. Ауылға қашып кетейін ба? Осы жерде неғып 8 мартта қыздар өздері көттерін қысып бір жерде отыра салмайды, собраться етіп ақша жинап, адамды ұялтып бітіретін болды, намектап. 8 март не істейсің? Ауылға барам, бәрі де туыс. Сен қызың ауылда емес пе? Ош. Қалада қалам. Қызыммен бір ай бұрын ұрысып қалғам, қандай жақсы болған, ә? 10 март күні қайттан жазайын деп тұрсың, өлердей болып, жалақтап. 8 март деп не проблема қылып жүрсіңдер ғой? Қыздарың айтсаңдар, ақша жоқ десеңдер. Түсінетін жер. Мен де қызыма айттым ғой, ақша жоқ дедім. Түсіндім ол. Айтты ғой, жүрмей ақ қояйық деді. Түсінбеді ау, түсінік жоқ екен. Алтыңмен, артыңмен, 8 мартыңмен де қоясың, ей. Мераңмен келе жатқан қатын. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit. Бір кайф сезінетін қатын тауып алу керек еді. Таксист Нура. қиш көке қишы Немді қиям, жоқ тұр ғой міне тұр картасымен ғой, неғысы жүрек болды. Үйдегілер іздеп алған шығар сендер. Бір адам табыңдаршы, сол жаққа жете алмай Ей, қойды. Бір адам. Не қылды көке, баллон кетті ма? Жолдың бәрі жамау. Көмектесе шешең. Кешіріңіз. Көке болып жүреміз ба, келдім ғой. Қақта келетсің сен? Қызымен жолып қоятқан ғой қызым. Жастар пысықсыңдар, я. Біз осы қыздың қолын ұстап көрмедік қой біз. Ой, денесінің бүкіл жерін ұстадық та бірақ. Қыздың қолында кайып болмайды ғой, нәкәсал. Не ғой? Бензин құйып алайын деп едім, ақша бере саласыздар ма, не қыласыздар? Ағай барғанда берсем бола ма? Қарындасым айтып өрсен берсең болды. Не бересің, ақша ма? Болды, қойбыш. Ауылдан братаның келгенде. Біреуін күтіп алам демейсіңдер, ой тұрма. ассалаумағалейкум Бұл емес сол. Кім баласысың сен? талғаттың Тем более. Так, мынау ауылдан алып келген етім. Келгенше тақтай болды көтім деп қоясың. Қазанға салып. Қарын ашты ғой, бір пияз урып жеп алайық та. Қалыларың ыстық қой, брачка. Сәл бір мұздай кола бар если что жоқ. Соның бір сарысы болса жаңа көпірігін дегізіп қойып. Қазір екінің бірінде бизнес. Тиктокта боқтайтын қыздар пейлі жаман ба, соларын білмеймін. Ағаларында намыс жоқ па. Аяқта бір бай біреу тұрады ау, байлардың әр қалаларда бір қатыны бар ғой. Қиын ел байқаса. Қатын шықты. Пульт. Білмеймін баба. Қайсың көтіге тұқтыңдар ғой? Ана жаңалық басылып кететін болды. Сенің папаң. Жүрсеңші папа, шай шекті. Шай? Иә? Тат жөр. келмедіңіздер көрмей қалдым сол еді Қалай өтсіңдер, жақсы ма? Асылжан жүріп күйеу көреміз аяқта, мультфильм басталып. Яқта әпшейін класстастары отыр, ә? отыра берші әпшелермен Отыра беріңдер, ә? Жақсы. Мына насыбай шақшаны мына терезенің алдына қоймасаңдаршы, балалардың қолы жетпейтін жерге қойсаңдаршы. Тауып алып тышқақтап жүрмесін. Ана туалетке памперс тастамасаңдаршы. Толтырып тастапсыңдар ғой. Кішкентай бала ғой. Кішкентай болса көктемде туалет қаз онда. Жеріне. Түйе. Сөнбей тастасай көтің астына тықпай. Өскенде футболист боласың ба, әлі боксшы боласың ба? балет Таңғаны нәлет. Ешек, құрай бер.